Неге қазақша кітап оқымайды? Бүгін кітап күні, достар. Биыл тұңғыш рет елімізде ұлттық мереке ретінде аталып өтуде. Бірақ кімді құттықтаймыз? Өз кітабымды шығарамын деп жүріп, қазақ кітабының өліп бара жатқанын түсіндім. Басымды шауып алсаң да айтайын. Каспи маркетплейсінде қазір 98 мың кітап бар, бірақ соның бар болғаны 10% ғана қазақ тілінде. Яғни 10 мыңға да жетпейді. Көне классика мен аудармадан басқа не бар? Менің кітап клубымда ай сайын көтерілетін сұрақ осы. Неге оқымайсыз деген сұраққа қымбат қой дейді көпшілік. Иә, қазақ тілінде кітап қымбат. Неге дейсіз бе? Мәселен, мынау ағылшын жазушысы, ал мына ару қазақ тілінде жазады. Ағылшынша 380 миллион адам сөйлейді, қазақша максимум 17 миллион. Егер сіздің кітабыңызды әр 10 мыңыншы адам сатып алып десек, ағылшынша 38 мыңдан сатылады. Біздің ана тілімізде небәрі 1700. Әділетсіз, е? Біз оқымаймыз, жазушылар жазбайды, бизнес қолдамайды. Кітап саласы санаулы фанаттардың арқасында ғана тірі қазір. Ал енді болашаққа оптимизммен қарасақ. Егер әр мыңыншы қазақша кітап оқитын болса, автор шығармасын 17 мың дана етіп шығарар еді. Бұл баспа үшін экономикалық өмір сүру минимумы. Сонда кітаптың бағасы арзандайды, автор мотивация алады, кітаптардың сапасы көтеріледі, индустрия қозғалады. Біз қарызға iPhone аламыз, кофеден бас тарта алмаймыз, бірақ кітапқа келгенде ақшамызды аяймызда тұрамыз, оқуға уақыт жоқ дейміз. Бір кездері жыр жаттаған ұлт еді, қазір бір сөйлемді әрең құраймыз, TikTok көріп сағаттап отырамыз, одан ұялмаймыз. Бұл жеке таңдау емес, бұл ұжымдық дағдарыс. Қазақша оқымайтын ұлт ертең қазақша ойламайтын ұрпақ өсіреді, ал қазақша ойламайтын ұрпақ ертең қазақтың да қамын ойламайтын болады. Кітап күні құтты болсын ағайын.